Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің тақырыбым тәжірибелі мұғалімдердің іс тәжірибесін бақылап жинақтаудың қорытындысы озық тәжірибелерді тарату жайлы. Педагогикалық тәжірибені зерттеудің жолдары. Педагогтың өз тәжірибесін өзі зерттеп жинақтауы, педагогикалық еңбек шеберлерінің жұмыс жүйесін зерттеу және жинақтау, жаңашыл педагогтардың озат тәжірибесін тарату және оны оқу тәрбие процесіне енгізу. Оқу және тәрбие салаларында орын алып отырған мәселелерді тауып, оны шешуге атсалысу. Озық тәжірибеге қойылатын талаптар. Оқу тәрбие жұмысының сапасын көтеру, педагогика ғылымы жетістіктеріне сай жұмыс істеуі, педагогикалық еңбекте үлкен табысқа жету, жаңа педагогикалық құбылыстарды ашу, жаңа педагогикалық құндылықтарды жасау. Озат педагогикалық тәжірибенің бірінші белгісі. Озат педагогикалық тәжірибе мұғалімнің шеберлігінің жоғары деңгейі, тұрақты педагогикалық нәтижеге беретін оқыту және тәрбие тәжірибесі. Мұғалімнің тәжірибесіне жаңалық болмауы мүмкін, бірақ ол ғылымда белгілі принциптерді, әдістерді табысты түрде қолданып, басқа мұғалімдерге үлгі болып, озат тәжірибесі басқа мектептерге таратылады. Озат педагогикалық тәжірибенің екінші белгісі. Шығармашылық ізденіс, жаңалығы бар тәжірибе, жаңашылдардың тәжірибесі. Мұндай педагогикалық тәжірибе өте құнды, себебі ол мектеп тәжірибесіне жаңалық енгізеді. Сондықтан бірінші кезекте осы тәжірибені талдап, баға беріп тарату керек. Биылғы 2022-2023 оқу жылында бірінші 90 қорытындысы бойынша мектебіміздің озат тәжірибелі ұстаздарымыз білім күні, ұстаздар күні қарсаңында еңбектері бағаланып, облыстық, республикалық деңгейде марапатталды. Атап айтсам, жоғары біліктілігі мен кәсіби шеберлігінің еліміздің болашағы жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге арналған табысты еңбегі үшін орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, тәрбиесінің орынбасары Марбекова Сәуле Саттарына құрмет грамотасымен марапатталды. Орта білім беру пәндері бойынша бейне сабақтардың республикалық байқауының математика пәні бойынша математика пәнінің мұғалімі Жармұхамбетова Балайым Каскенна бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Екінші дәрежелі диплом облыстық Ыбырай-Алтынсарин олимпиадасында екінші орын иеленген қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бердіғұлова Маржан Жұмабайқызы марапатталды. Педагогикалық идеялар панорамасы атты бейне сабақтар мен бейне дәрістер республикалық байқауының Алматы облысы кезеңінде орта білім берудегі оқытудың заманауи технологиялар номинациясы жеңімпазы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Хасенова Анар Нұрдәулетовна екінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жоғары біліктілігі мен кәсіби шеберлігін еліміздің болашағы жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге арналған табысты еңбегі үшін физика пәнінің мұғалімі Бондаренко Наталья Николаевна құрмет грамотасымен марапатталды. Менің кіші отаным атты 5-ші республикалық зияткерлік конкурсының 2-ші облысы кезеңінде кішкентай отанның символы номинациясында 1-ші орын иегері 10-ші сынып оқушысы Дәурен қызы Ақниет дипломмен марапатталды. Жетекшісі тарих пәнінің мұғалімі Әуеспаева Майра Абдракимовна. Менің кіші отаным атты 5-ші республикалық зияткерлік конкурсының 2-ші облысы кезеңінде белсенді қатысқаны үшін 10-ші сынып оқушысы Бусакова Надмина алғыс хатпен марапатталды. Жетекшісі тарих пәнінің мұғалімі Белецкая Наталья Александровна. Озық тәжірибелі мұғалімдер жайлы мектебіміздің ұстаздарының пікірлерін тыңдаңыздар. Мне хочется рассказать об одном удивительном человеке, который на протяжении многих лет, как учитель русского языка,
И как заместитель по воспитательной работе смогла организовать и найти подход к каждому ребенку, это Сауле Сатаровна. Сколько надо терпения и любви, чтобы не уставать и с добротой и пониманием заботиться о школе. Это специалист в постоянном творческом поиске, отзывчиво, трудолюбиво, обладает высоким уровнем общей культуры. От имени методического объединения «Достык» и от себя лично хочу пожелать долгих лет жизни, оптимизма в работе, доброты в глазах учеников, поддержки со стороны коллег и тепла от каждого человека. Успехов в профессиональной деятельности. Шаймухамбетова Балайым Каскенна 40 жылдан астам еңбек өтілі бар тәжірибелі ұстаз математик. Жоғары санатты педагог зерттеуші. Өз сабағын өткізу барысында жаңа технологияларды қолдану, жас мамандарды тәрбиелеуде өз үлгілі сабақтарын көрсетіп келе жатыр. Шәкірттері аудан, облыс, республика көлемінде жүлделі орындарға ие. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, Бердіғұлова Маржан Жұмабайқызы білім ордамыздағы білікті де мықты ұстаздардың бірі. Ол аудандық, республикалық, халықаралық байқауларда топ жарған ардақты ұстаздарымыздың бірі. Әрқашан мектеп ұжымында өзінің озық тәжірибелерімен бөлісіп, оқушылардың жүрегінен орын ала білген мықты маман иесі. В нашем коллективе работает замечательный, прекрасный учитель, профессионал своего дела Бондаренко Наталья Николаевна. Она очень трудолюбива, ответственна, но в то же время и принципиальна. Она, как учитель и преподаватель, не только передает свои навыки и знания ученикам, но в то же время учит уважению, любви к ближнему, вечным ценностям и вкладывает частичку своей души в каждого из учеников. На мой взгляд, ее талант заключается не только в передаче своих знаний, но и в умении из трудных вещей и дел превращать их в легкие. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп. Абай атамыз айтқандай, осы мектепте 26 жылдан бері еңбектеніп келе жатқан ұстазымыз Анар Нұрдәулетқызы. Анар Нұрдәулетқызы педагог, зерттеуші, аудандық, облыстық, республикалық деңгейде іс тәжірибесін таратып жүрген білікті маман. Педагогикалық идеялар панорамасы атты бейне сабақтар, бейне дәрістер республикалық байқауының жеңімпазы. Осындай биік шыңдардан көрініп жүрген ұстазымыз Анар Нұрдәулетқызына еңбегіңіз жемісті, шығармашылық табыс, оқушыларыңыз биік белестерден көріне беруіне тілектеспіз. Қорыта айтқанда, Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 51 бабының 5 тармағында мұғалім өзінің педагогикалық шеберлігін, парасаттылығын, шығармашылық және жалпы ғылыми деңгейін үнемі жетілдіріп отыруға міндетті делінген.